Қайырлы күн. Осы видеода шай мен арықтау туралы айтатын боламыз. Арықтауды мақсат етіп қолға алған қыздардың көбінің қоятын сұрақтары: арықтап жатқан кезде шай ішуге бола ма? Шай семіртеді ме, әлде арықтатады ма? Шайды ішіп жүріп салмақ тастауға болады ма? Осы сияқты шай мен салмақтың төңірегіндегі сұрақтар өте көп қойылады. Осы видеода мен сіздерге осы шай мен арықтау тақырыбын тарқатып беретін боламын. Біріншіден айтайын дегенім, қыздар, негізі қара шай мен көк шай, көп адамдар ойлайды екеуі мүлдем және екі түрлі өсімдікті. Шын мәнінде қыздар, қара шай болсын, көк шай болсын, ол бір өсімдік, просто олардың өңделу жолдары әртүрлі болады. Сондықтан қара шай болсын, көк шай болсын, негізі бір шай деп айтсақ болады. Енді шайға қатысты, қыздар, шай мен салмақтың байланысына қатысты айтатын болсам, негізі тура шай салмаққа әсер етпейді, бірақ та жанама түрде, яғни косвенно әсер етеді салмаққа. Қалайша, қыздар? Біз шай ішкен кезде, шай ішеміз деген кезде, тіпті бірімізге кеттік шай ішейік деген кездің өзінде миымызда тек қана шайды елестетпейміз. Шай болған жерде әдетте не болады? Қант болады, ол жерде варенье болады, ол жерде печенье, пирожное қосылуы мүмкін, әртүрлі сладостилар қосылуы мүмкін. Яғни біз шай ішкен кезде денсаулыққа өте зиянды, салмақты, ең қатты қосатын продуктілерді бірге әдетте шаймен жүреді, қыздар. Сондықтан жанама түрде әсер етеді, тіпті психологиялық түрде де әсер етеді, қыздар. Шай болған жерде, тіпті үйде болсын, жұмыста болсын, кей кезде жұмыста да чай қойып қыздар ішеді, оның жанында міндетті түрде вафли, печенье, бір нәрсе қосылады. Сондықтан шай, қыздар, негізі жанама түрде салмаққа әсер етеді. Одан кейін, қыздар, шай туралы айтқым келетін өте маңызды нәрсе, қыздар. Шайдың құрамында бір сондай зат бар. Адам тамақ ішкен кезде қоректік заттар келеді ғой ағзамызға, сол қоректік заттардың какой-то бөлігін дәретке шығарып тастайды екен, үлкен дәретпен шығарып тастайды. Мысалы үшін, білесіздер, қазіргі заманда итак та бізге витаминдер, минералды заттар итак та жетіспейді көбімізге. Оны еще сіздер шаймен бірге далаға дәретке шығарып тастайды екенсіздер. Сондықтан, қыздар, мен марафонда да всегда айтам, қолдарыңыздан келсе, шайдан бас тартқандарыңыз жөн деп. Ол витаминдерді, қоректік заттарды шығару ол бір бөлек, одан бөлек бізде көбімізде обезвоживание деген нәрсе бар, қыздар. Яғни біз көбіміз суды жеткілікті мөлшерде іше алмаймыз, шыны керек. Өзімнің опытыма сүйеніп айтып отырмын, қыздар. Көбіміз суды жеткілікті мөлшерде ішпейміз, а шайды ішкен кезде шай еще таза суды шығарып тастайды екен ағзамыздан. Итак та керекті минералды қоректік заттарды шығарады, қыздар, ол бір. Одан кейін ағзамыздан таза суды шығарып тастайды екен. Сондықтан шайдың минусы осыда, қыздар. Бір жағынан ол тәтті, зиянды тамақтарды, салмақ қосатын тамақтарды жеуге келеді, екінші жағынан қоректік заттар суды шығарып тастайды екен. Сол, мысал үшін, мен өзімді мысал ретінде айтатын болсам, қыздар, мен шайдан бас тартқаныма біраз уақыт болды, қаншама жыл болды деп айтсам болады. Яғни шай ішпеймін, күнделікті су ғана ішемін. Тамақпен болсын, тамақтың арасында болсын, су ғана ішемін. И шайдан бас тартып суға көшкеннен кейін нәтижесін сразу байқадым. Адамның кожасы тазалана бастайды. Одан кейін шай болмаған жерде артық тамақ ішкім келу деген сияқты, тәтті жеу, бір нәрсе ауызға тығып жіберу деген сияқты уже желание қатты болмайды, қыздар. Және де мен марафонға қатысып жатқан қыздардан да байқаймын, олардың айтатыны, шайды қойғаннан бері аузымызға тамақ тыға беру, тәтті жегіміз келу деген нәрсе басылды деп айтып жатады қыздардың, қаншама қыздардың отзывтары, қыздар. Сондықтан, қыздар, мүмкіншілігінше, қолдарыңыздан келгенше біртіндеп шайдан бас тартқандарыңыз жөн. Егер бірден шайдан бас тарту қолыңыздан келмесе, әбден ағзаңыз үйренген болса, біртіндеп күніне бір кеседен азайта беріңіз, сөйтіп ақырын-ақырын шайдан бас тартасыздар. Мұнда, қыздар, айтатын нәрсе, мен шайдан толыққанды 100% бас тарт деп тұрған жоқпын. Менің айтайын дегенім, күнделікті суға ауысыңыздар да, анда-санда бір қонаққа барған кезде, қонақ келген кезде, бір құрбыларыңызбен кездескенде бір рахаттану мақсатында шай ішсеңіздер болады. Бірақ та күнделікті өмірде шайды суға алмастырғандарыңыз өздеріңіз үшін, денсаулықтарыңыз үшін өте дұрыс болады, қыздар. Ал егер де сіз шайдан бас тартуға дайын емес болсаңыз, мен сізге керемет құпиямен бөлсемін, шайды ішіп жүріп қалай салмақ тастауға болатыны туралы. Сіздер білесіздер, біз таңертеңгі тамақ ішеміз, түскі тамақ, кешкі тамақ бар бізде. Шай ішетін адамдар әдетте қалай шайды ішеді? Мысалы үшін, түскі тамақты тойып отырып, ыстық тамағын жейді, бір тарелканы тойып отырып, одан кейін ал енді шай ішейік дейді, итак та қарны қампиып толып тұр. Одан кейін келеді, шай болған жерде печенье кетеді, бір-екі печенье, как минимум пирожный, торт кетеді. Сөйтіп итак тойып тұрған, қампиып тұрған қарның үстіне шай кетеді, оның үстіне тамақтар, вредный тамақтар, толтыратын тамақтар кетеді. Қарның
жәнегі асқазан созылады деген сияқты. Ал мен сіздерге енді шайды қалай ішу керектігін және қалай шай ішіп жүріп салмақ тастау керектігін осы жерде айта кетейін, иә. Сіздер былай істеңіздер. Осы основной тамақ кезде, таңғы, түскі, кешкі тамақ кезде шай ішпеңіздер мүлдем. Оның себебі және айттым, бір жағынан қарынды созады, екінші жағынан жәнегі дополнительный тәтті нәрсені жегізеді, иә. И үшіншіден және айтып өттім, шай ішкен кезде сіздер тамақтан келген қоректі заттарды, витамин, минералдарды дәретпен шығарып тастайсыздар. Сондықтан қыздар, шайды основной тамақпен ішпеңіздер, тек қана тамақтардың ортасында ішіңіз. Мысалы үшін таңертеңгі тамақ іштіңіз ба, шай ішпеңіз, тек қана тамақ ішіңіз, 1-2 сағат өткеннен кейін ғана барып шай ішіңіз. Ол кезде не болмаса түскі тамақ іштіңіз, түскі тамақ ішіп болғаннан кейін 1-2 сағат өткеннен кейін ғана жәнегі шай ішіңіз. Шайдың ішкен кезде қыздар өзін ғана ішіңіз. Если бір нәрсемен ішіп үйренгенмін, жәнегі шаймен міндетті түрде бір нәрсе жеуім керек десеңіз, 2-3 тал изюм жесеңіздер болады, 1 финик жесеңіздер болады, болды, иә. Мына жерде қыздар, сіздер шайдың плюсы мынада болады да, сіздер шай ішкен кезде, мысалы үшін сіз түстен кейін 1-2 сағаттан кейін шай ішесіздер, тамақтан кейін, сол кезде ішіңіз, қарныңыз біраз тойып қалады. Сөйтіп сіз ужин ішкен кезде қарныңыз қатты ашпайды, аппетитіңізді басып отыруға сізге көмектесетін болады. Яғни сіз жәнегі, егер де мысалы үшін сіз обед кезінде тамақ іштіңіз, онан кейін арасында тамақ ішпей кешкі жақын ішетін болсаңыз, аппетитіңіз қатты өршіп тұрады да, көп тамақ ішіп қоясыз да. Мұнда сізге чай керісінше көмектеседі. Сіз екі тамақтың, основной тамақтың ортасында чай ішкен кезде, сіздің келесі тамақ ішкен кезде аппетитіңіз қатты болмайды. И жәнегі основной тамақпен ішпегеннен кейін жәнегі тәтті жемейсіз, витаминдеріңіз, керекті қоректі заттарыңыз дәретке кетіп қалмайды. Сонда одни плюсы болады. Сізге де жақсы, салмағыңызға да жақсы болады. Сонда қыздар, тағы да қорытындылап өтейін. Шайды основной тамақпен ішпейсіздер, основной тамақтың ортасында ғана шай ішесіздер, қыздар. И шайдың өзін ғана ішіңіздер, не болмаса сладостьмен ішіп үйренген болсаңыз, тек қана бірнеше тал изюм, не болмаса бір ғана тал финикпен ішіңіздер. Бұл керемет метод, қыздар. Осыны істесеңіздер, біраз уақыттан кейін салмақтарыңыздың кете бастағанын, жеңілдей бастағандарыңызды байқайтын боласыздар. Енді сіздерге қыздар, осындай видео қызық болса, маған лайк қойып, жазыла кетіңіздер. Және де астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, қыздар. Сіздер шай ішкен кезде әдетте қандай тәттіні шаймен бірге ішесіздер, иә? Және айтып өтті, біреуді варенье, біреуді печенье деген сияқты. Кімде қандай? Осыны жаза кетсеңіздер, мен оқимын, қыздар. Мен үшін бұл өте қызық.